Сәлем баршаңызға. Бүгін көпшіліктің сүйікті тағамы донерді жасаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сонда менің жаңа видеоларымды бірінші болып көре аласыз. Донерді сиыр етімен жасайтын боламыз. Сиырдың осындай жұмсақ етін алып, оны жұқалап аламыз. Осылай қалың жерлерін кесіп, ашып, жұқартып дайындап аламыз. Етімізді маринадтаймыз. Ол үшін сарымсақты турап дайындап аламыз. Сарымсақты еттің бетіне салып, енді соя тұздығын осылай құйып шығамыз. Бір ас қасықтай құйсақ жеткілікті. Үстіне қара бұрыштан саламыз, паприка саламыз. Енді жақсылап араластырамыз, барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Енді еттің бетін жауып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Кем дегенде 20-30 минуттай тұрғаны дұрыс. Енді картошка фриді жасауға кірісеміз. Картопты ұзынша етіп кесіп аламыз. Картошка фридің орнына картошка пайды қолдануға болады. Ол да дәл осы әдіспен дайындалады, тек үкіштен өткізіледі. Енді картопты ыдысқа салып, үстінен су құямыз. 1-2 рет суын төгіп жуып аламыз. Суы осылай тұнық болу керек, сонда крахмалы кетеді. Мата майлыққа картопты жайып, кептіріп аламыз. Енді қиярды турап алатын боламыз. Оны да жіңішке және ұзынша етіп тураймыз. Тұздалған қиярды да алып, оны да жіңішке және ұзынша етіп турап шығамыз. Екі қызанақты алып, оны да ұсақтап турап аламыз. Ал енді етімізді қуырамыз. Қызып тұрған майға екі бетін ауыстырып отырып, 10-15 минуттай қуырып аламыз. Еттің өзінің сөлі бөліне бастағанда қақпағын жауып, 10-15 минуттай суы тартылғанша қуырамыз. Енді табаға азырақ су құйып, оны өте баяу отта 20 минуттай пісіріп аламыз. Осымен етіміз дайын болады. Енді соусты дайындаймыз. Оған керекті сарымсақты өте ұсақ етіп тураған дұрыс. Мен 2 тісше сарымсақ алдым. Егер ұнатпасаңыз, 1 тісшесін қоссаңыз жеткілікті. Бір ыдысты алып, оған сарымсақты саламыз, үстіне кетчуп құямыз және майонезден саламыз.
біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне етіміз дайын, енді осыны суытып қоямыз. Ал енді кептіріп алған картошканы қызып тұрған майға салып қуырамыз. Осылай алтын түстес сарғыш болған кезде аламыз. Немесе жұмсақтығын тексеріп көруге болады. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Суытып алған етімізді, оны да ұсақтап турап шығамыз. Барлық керекті заттарымызды дайындап алдық. Лаваштың домалақ түрін алған дұрыс. Жаңағы дайындап алған соусты жағамыз. Етті саламыз. Картошка фриді саламыз. Және тұздалған қияр. Және қиярдан да салып шығамыз. Қызанақтан да салып шығамыз. Енді жинайтын боламыз. Осылай ортаға жинап, орап шығамыз. Қалғандарын да дәл солай жинап шығамыз. Соусты ортасына жағуға болады, немесе жұқа етіп барлық жеріне тигізіп шығуға болады. Үстіне етті саламыз, қияр саламыз. Барлық керекті заттарымызды саламыз. Және қаласаңыз үстіне соустан жағып жіберуге болады. Сонда сочный болып тұрады. Картошка фриді салып, енді жинаймыз. Осылай орап алдық. Енді қызып тұрған табаға май ештеңе құймай, осылай қызарғанша, екі беті қызарғанша осылай қоямыз. Міне донеріміз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет шықты. Енді кесіп көрейік. Өте дәмді болып, іші сочный болып, сырты қытырлақ донеріміз дайын болды. Сіз де жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Жаңа оқырман болсаңыз, парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз. Видео ұнаса, жақындарыңызбен, достарыңызбен видеоны бөлісе отырыңыз.